Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін энурез туралы айтатын боламыз. Энурез не екенін білесіздер ме? Энурез дегеніміз баланың түнде ұйқыда ояна алмай, зәрін жіберіп қоюды энурез деп айтамыз. Қарапайым тілде айтқанда, оның дәл себебін анықтауға болады. Оны қалай анықтауға болады дейсіздер ме? Оны мен сіздерге жай ғана қарапайым тілде түсіндіретін боламын. Балаңыз немесе қызыңыз түнде не себепті жіберіп қоятынын айтып кетейін. Тұқым қуалаушылық болуы мүмкін, қуық көлемінің кішілігі және неврологиялық аурулар болса, және балаңыз көбінесе стресс жағдайында жүретін болса, іш қату себептері бар болатын болса, осылар себеп болып табылады. Энурез бойынша халықаралық ұйымның 2021 жылы ұсынысы бойынша сіздерге айта кетейін. 6 жасқа дейінгі балаларда энурезбен зардап шегетін балаға ешқандай ем жүргізуге қажет емес. Балаңыздағы энурезді дәрі-дәрмекпен емдеймін деп қате шешім қабылдамаңыз. Балаңызды уламаңыз. Ең алдымен энурезді будильник энурез кезіндегі көмегі бар. Энурез кезінде будильникке телефоныңызды қойып қойсаңыз, сол арқылы энурезден құтылуыңызға болады. Энурездік будильник энурез кезіндегі көмегі бар. Ең сенімді шешім болып саналады. Бұл құрылғының мақсаты баланың миын дәретке шыққысы келгенде ояту. Будильниктің датчигі баланың іш киіміне жалғанады және зәр тигенде шырылдайды. Бала бастапқы уақытты естімей үйрене алмайды. Сол кезде аналардың жасайтын қателіктері: 1. Будильник шырылдай бере анасы оянып баланы дәретханаға ұйқылы ояу сүйреу. 2. Будильник пайдасыз деп бір ай өте үмітін үзу. Энурезді будильникпен емдеймін десеңіз, кем дегенде 6 ай үздіксіз қолданғанда болады оң нәтиже. Сонымен қатар энурезбен зардап шегетін балалардағы іш қатулар, түнгі жіберіп қоюларды жиілетеді. Сондықтан ең алдымен балаңыздың іш қатуын емдеуіңіз қажет. Тағы бір айта кететін ереже бар. Баланы күндіз жеткілікті су ішкізуіңіз қажет және кеш батты дегеннен бастап су ішуін азайтуыңыз қажет. Балаңызға күндіз қуық бұлшығетін, шынықтыратын жаттығуларды үйретуіңіз қажет. Бала кіші дәретін саналы түрде ұстап жіберіп, бір барғанда бөліп шығаруын қадағалауыңыз қажет. Оны атана жайлап үйретуі қажет. 6 жасқа дейінгі баланы қинау керек емес. Ол жасқа дейін бала саналы түрде проблеманы түсінбейді. Бала құрғақ ұйықтаған күні мақтау. Ал бүлдірген жағдайда әлі ақ үйренесің, сенің қолынан келеді деген демеу білдіру қажет. Балаңызды бүлдірген сайын ұрса беретін болсаңыз, балаңыз өзіне деген сенімсіздік артады, тартыншақ болып өсетін болады. Менде барлығы дұрыс емес, мен ондай емеспін деген тұйық мінез қалыптасады. Сол себепті сіздің балаңыз қиналмасын десеңіз, бұл жағдайдан алып шығуды үйретіңіз. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Егерде осындай жағдай ата-аналарда кездесіп жатса, соларға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар.